Енді менің жаңағы айтайын дегенім, Америка еркіндік. Еркіндік, таптас еркіндік. Өзіңнің барлық мүмкіндігіңді көрсетесің. Бұл жердің халқы, мен қысқасын айтайын, бақыттан басы айналып не істерін білмей жүрген халық. Тексас, бұлардың бізде айтқанда Ақтау, Атырау сияқты мұнайлы өлкесі. Біз бұлардың ауылдарында да болдық, басқа жерлерде де болдық. Қара жұмысшы, кәдімгі қара жұмысшы, құрылыста жұмыс істейтін қара жұмысшының бір сағаттық айлығы $17-дан $20 екен. 10 сағат жұмыс істесе, сен есептей бер, 17 сағаттан 10 сағат жұмыс істесе, бір күнде $170 табады. $20 қара жұмысшы. Ол жаңағы анау бір маман емес, электрик емес, анау емес, мынау емес, жай қара жұмысшы. 10 сағат жұмыс істесе, бір күнде $200 табады. Қазақстанның қазіргі халқы 42.500 теңгеге қарап қалды. Есептей бер, 42.500 теңгеге. Сонда бұлар бір күнде $200 табады, $170 табады, бір күнде $200-ға жоқ табады. Қара жұмыс ең қолынан боқ келмейтін, құрылыстағы. Ал ол сенің 2 айлық айлығыңды табады. Ал зат сондай қымбат емес. Мына біз сияқты әлі де жұмыс істеуге рұқсаты жоқ адамдар үшін алғанда зат қымбат. Мысалы, мына шашымды өткенде бірінші рет жасаттық, Қалман екеуміз $25-дан $50-ға мына шашты қиғыздық. Кәдімгідей ішіміз ашып, ал қайран Қазақстан-ай, 1000 теңге тіпті анау көп шаштараздар көріп, ойбай ағатай сіз ба? Біз ғой, ой болды алмаймын деп тегін жасатып жүретін біз Алматыда. Тегін әшейін. Ол өзің ғана тегін емес, ана ұлдарымды апарып та тегін жасатып алатынмын. Енді бересің ғой, бер, міне десең алмайды ғой, Алла разы болсын. Машинеме артқы несіне анау көрінбейтін жапсырғыш жапсырсам, ойбай аға сіз бе деп, ол ақшасын алмайды. Анау дөңгелегін жасасам, ой аға сіз бе деп, ол алмайды. Одан бір жыл бұрын жаңағы Ғалым Рақжан екеумізді бір Шымкенттің жігіті қараптан қарап 90.000 теңгеге сындырып кеткен жаңағы дөңгелегіңіздің 1 миллиметр жерін 1200 теңгеге жаңағы шинасын дұрыстап береміз деп сөйсік. Түкте дұрыстамайды екен. Мен жарым сағаттан келдісе жарым сағаттан кейін ойбай аға бәлем миллиметр жасадым деп сындырып. Бірақ артынан жаңағы сол жігіттердің бәрі біліп тұр ғой кім екенімізді, ол кезде білмейді. Бірақ Америка айтайын деп, мысалы одан өткен кейін телевизорға шығатын болдым. Оны әлі жарияланбады, мен өзім жариялай беремін ау шамасы. Соның шұғыл түрде шаш өсіп кеткен $40 жасатып, қара жігіт пен қара қыздар отыр, әшейін рох бүйтіп, музыка өздерімен өздері қақаққа шашаша мәз айғайлап отыр, іші деген енді кондиционер, ауа ыстық қой бұл жақта. Жаңағы мәз өзімен өзі бірдеңені айтады, ана біреу бір ақын сымақ бар, енді оның тілін сөздің ішіне бір леп айтып жатыр, бірдеңені ұйқастырып, біздің ақындар құсап бүйтіп айтып жатыр, бірдеңе, өздерінің жаңағы көшет тілдері бар, жаңағы көшет тілдеріменен тыңдап отырмын, сөйтсем анау сол біздің қазақ болайын деп бола алмай қалып, ақындық дариын деп дарымай қалған ба, енді ол бейшараларда мына айтыс жоқ екен де, сол айтыстығын сол жаңағы репке қосады екен, жаңағы бір жігіт туралы бірдеңесін айтты, о сен жаңағы ақалайды көкалай деп ұйқастырып былайша $40 жасаттық. Ішіміз ашып тұрып $40 беріп қайттық. Тек бір басыма, мысалы. Ол енді айта берсең сол, Қалман екеуміз Вашингтонда жүрміз, Гуглден іздейміз қалалады, бір Үндістанның ба, бір тамағы жеді Пәкістанның ба, құдай енді күрішінің ішіне дейін ашты қосқан. Мен ана таза мына Қытайда туып өсті деген аты ғана бар қазақпын ғой. Елдің бәрі күледі, мына Қытайдың қазақтары ашты қосты, жаңағы шөп шалаң, неше түрлі бірдеңе қытайский тамақ, мына ұйғырдың тамағын жей береді ғой. О, мен бітті, оны жесем шипам бітеді. Мен жедім, ол шипам бітіп кетеді. Мен сол жаңағы білмеймін неге екенін солай. Тіпті олардың, мен ойладым, шөп шалаңында бір бәле болып, соның мантысын жесем де сол бірдеңе болып кетемін. Құдай сақтасын, жей алмаймын. Соны анау Пәкістанды көргенде, құдай дедім ғой, Пәкістанның тамағын жегенде ол құдай сақтасын еді. Күрішінің ішіне дейін ашты қосып жіберген жатағымызға әрең үлгірдік, енді масқара жолда қалып қала жаздадық. Сол тамағын жейміз, екеуміз $57 төлейміз. Қымбат. Одан бір түріктің ресторанын таптық. Вашингтонда. Ойбай енді түрік, ана Пәкістан, Үндістанның ашты құштысына қарап, жылап жалынып айналайын, ашты қоспа деп отырса қосып жібереді. Олар үшін ашты жемеу кешірілмейтін қылмыс сияқты да, мысалы. Ашты жемеу кешірілмейді. Олардың енді ашты қоспа, көкетай, өліп қала жаздадық дегеннің өзінде енді арзан деп барамыз. Арзанның өзі жаңағы Қалман екеуміз осы бір тиынның үстінде тік тұрғанда сол $57-ға 2 тамақ жейміз. Сонда түрікке бардық. Түрігінің тамағын көрдік, 2 кесе су әкеліп берді, 2 стақан, айна 2 стақанмен. 2 стақан суды, мен үйді Қалман қарайды, мен ол телефондамын ғой, бүкіл нәрсе. Бір кезде Қалманымның өңі өзгеріп кетті. Секей шығайық дейді, өйде болып қалды. Мына мен үйді қара дейді, арзан тамақ $100 екен. Арзан тамағы $100 екен. Оған сен жаңа тастап кететін шайлығыңды қос. Оған 1-2 кесе шай кофе ішіп қала артынан қазақшалап. Сол Қалман екеуміз ол күні сол жерге отырсақ, өлді дегенде, түк жоқ дегенде, Қалман екеуміз $300 беріп шығады екенбіз де. Ойбай қашайық деп, кешіріңіздер деп,
қашайық деді. Ойбай, не болды деп менеджер шауып келді. Енді олар біз сияқты кедей қазақ көрмейді ғой. Вашингтондағы қазақтардың қандай қазағын білесіздер ғой. Елшіліктің қазағы, өңкей ғайсығай, Манхэттеннен $20 миллион квартира сатып алатын қазақтар бар ғой. Мына қазақ халқының Құдай берген байлығын ішіп, жеп, қанап, сорып, ұрдап, жырдап, Манхэттеннен, Нью-Йорктың Манхэттеннен жаңағы $1 миллион емес, $20 миллион квартира сатып алатын қазақтар бар ғой. Мысалы, өткенде Лондоннан Шерлок Холмстың үйін сатып алды қазекендер. Кімдер олар? Қай жетекесінен қалған мұра қалған ақша? Мысалы, вилла өткенде жай бір ауданның әкімі $65 миллион Еуропадан үй сатып алып, бүкіл дүниеге аты шықты ғой, жай әкім. Олар қазақ қой, қалман да қазақ, мен де қазақ. Ойлады ғой, қазекеңдер жаңа тұрқы келеміз ғой, тарақы, бір $2000 жаңа ішпей жемей бүйтіп шашып кететін қазақ деп ойласа, жүгіріп келді менеджер, не болды дейді. Бізден оңай емес, біз сақип біз халал екен деп келсек, мұнда арақ сатады екен, соған ішпейміз дедік. Міне қалтамызда көк тиын жоқ екендігін жасырып, сендер арақ сатады екенсіңдер, біз халал іздеп жүрміз деп аяқ астынан өтірік тақуа болып, әр менеджердің аузын жауып, сылтау деген ғой, байпақтан бір сылтау суырып алып аузына тық-тықтағы кеттік міне. Қымбат, жасырмайсың, қымбат. Өткенде ана бір көлігіміздің әйнегі түспей қалды. Әйнегі кәдімгі терезесі жетпей қалды. Жүргеніңде енді салқында күндері сәл нелеу, жаңбыр жауса нелеу, сонымен барып жасатайық дедік. Кәдімгі әйнек бүйтіп түспей қалды, бар болған көтерсе көтерілмей бір бәле болып тұр. Қаншаға жасады дейсіңдер ғой? Алматыда сол 5000 теңгенің шаруасы. 5000 теңгенің шаруасы. Мен жігіттермен барсам, Құдай біледі 5000-ға, а соңғы кезде мен елдің бәрі танығаннан кейін тіпті тегін жасайтын болып кетті. Жалғыз өзім барсам 15.000-ға жасатып келемін енді оны баяғыда. Мені көрді айту сындырады. Мені көрді автоматты сындырады. Шымкенттік бауырларым көрсе бірден сындырады. Көке деп жүріп, кондиционерімді құйып беріп, 17 жыл ма 16 жыл. Кондиционеріме жаңа сұйықты қылып бітіп кетіпті. Ойбай, мынау керемет. Анау мынау деп құйып беріп, сосын құймай қойып берген ғой. Артынан ертесі басым, ойбай, аға ұмытып қаппын дейді ғой. Соны барып қайта құйғызып алып сөйтіп, батамды беріп қайтқам. Сол терезем түсіп қалған кішкентай көтерілмегенге бердік. Қағаз жазды, кәдімгідей бланкі толтырған, анау мынау әдірісті бірдеңесін жазды, машина кәдімгі тұтасымен бәрі сөйткен $470. 500 дейсің шен, $30 бұлай ғой. $500-ға сенің жаңа әйнегіңді бүйтіп енді. Ол біліп тұрмын оны, соны жасап беру $500. $470. Міне, ал есептей бір. $470-ға Қазақстанда ескілеу машинаны ауылда сатып талады ғой енді. Ал бұл жердің халқы ол жан бағу проблема болудан қалған, олар рухани мәселемен айналсады. Ана Африкада аш жатқандарға көмектесем дейтін топ, немесе бір топ ауылдағы еріккен қатындар мынау иттің етін жейтін кәрістерге үгіт насихат жасаумен халықаралық бір ұйым құрып, тағы біреуі бір адамдық құқық, тағы біреуі бір мына Африкадағы бір тайпалардың мына әйелдерді сүндеттейтініне қарсы үгіт насихат жасаймыз деп сол кетеді екен. Жаңағы бір 50-60 әйелден ұйымдасып, бір қорма адамдық құқық ұйымдасып, ана Африкадағы жабай тайпа ормандаған әйелдерді сүндеттейтін. Сөйтіп, ол болмайды, ол әйелдердің құқығы деп, соған үгіт насихат жасаймыз деп, керек жарағын алып ұшаққа отырды. Өткенде біз жаңағы Стамбулдан ұшып келсек, Стамбул арқылы Америкаға келді ма, жоқ өздері Стамбулға барған ба, бір қора өңкей қара жігіттер мен қара қыздар. Соны ұшақ қонды ғой, Майамиге қонғанда, ой, құрметті көпшілік деп айғайды салды да 10 минут енді. Иса сендерді сүйеді, Иса дүниені сүйеді, махаббатпен жаратты бізді деп өзінің уағызын айтты. Сол дінін таратып, Исасын дәріптеп, анау біреуі ойбай ана кәрістерді ит жеуден тияйық деп оған аттанып, мына біреу Африкадағы жаңағы әйелдерді балағатқа тола берген қыздарды сүндеттеп тастайтын, оны барып дұрыстаймыз деп оған кетіп, мына біреу ан жақта апат болды. Мысалы, менде жолдас осы жерге келгендегі жаңа жігіттің кітабы бар мысалы. Өткенде кезіп маған кітап бер. Ол енді Тексастың жай бір 200 мыңдай халқы бар жерде тұрды. Мені өздерінің клубтарына апарып, сол клубқа барды, қалың адам. Ол клуб енді көр тұрған, Англиядағы анау ескі заманда бір мына жаңағы көмелек галстук тағып алған, қолдарына таяқ ұстап алған бір жаңа аяғын сілтіп басатын кісі басқарды. Ішінде кәдімгі өзіміздің еврейлер жүр, басқасы да жүр, жаңағы сол жердің мәселесін шешеді екен. Өздері сол жердің жаңағы кәдімгі джентльмендері отырып алып, әлеуметтік мәселені талқылап, дүниені талқылап, Американың саясатын талқылап, көл көсір дастархан отыр. Неге? Жаңағы менімен жаңағы сөйлескен кісінің кітабында, ол анау Непалға жер сілкінгенде сол Непалға көмектесуге барып кетті. Жас күнде.
Бәленбай дүниенің біраз жерін көрген, сол біраз жеріне барып, әр жерді фотоға түсіп, сол заманда фотолар жаңағы ақ-қара фото, кәдімгі реңді фото емес. Өмір осылардікі. Бақыттан бастар айналып, не істерін білмей, өзінің жаңағы ақиқат жетпеді деп білетін халықтардың ақиқат жеткізгісі келіп, жер сілкінсе сол Непалына барып, от апаты болса Африкасына барып, дінін уағыздап, адамгершілікке гуманитарлық көмек жеткізіп, бақыттан бастары айналып, не істерін білмей жүрген. Мына өмірді ақша табамын, 4 тоқал аламын, 4 жип аламын, шылқиып мақтанамын, ауыл үйдің ортасында жаман машина жүр, тойға барғанда жипіммен барам деп біреуге көрсету үшін өмір сүрмейді екен. Бұлар ана өзінің Құдай берген байлығын, ақшасын мәнді, мағыналы нәрсеге жұмсауға тырысады екен. Мен көрген адамдарым сондай екен. Кітап жазады.